қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқытушылары мен оқушыларының атынан Букросинг желілік акциясы арқылы ұйымдастырылған жалпы кітаптарды сіздерге сыйлағалы отырмыз. Осы кітаптарды қабыл алыңыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Қолыма алған домбыра әрліде берлі толғаған, толғайда толғайсыз айтсам толайым, дүние толмаған, толмаса егер айтайын ойымды қанат томдаған, сарыарқа байтақ жерімді саңылап бабам қорғаған. Талайда талай дұшпанның шашылып қаны сорлаған, Қытайда менің өз жерім аспанын қазақ торлаған, атасы басқа жер сөзім астына мінген аттан кер. Құрметті қонақтар, бүгінгі Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебіндегі көптеген қонақтар келіп отыр. Сол қонақтармен таныстырып кеткім келеді. Ең біріншіден Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің кітапханашысы Молдашева Венера Қыдырбаевна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі осы мектепке бізге жол түсіп тұрған ең басты мақсатымыз біздің бұл Букросинг желілік акциясы болатын. Букросинг желілік акциясы негізінен Назарбаев зияткерлік мектептерінің бір дәстүрлі акциялардың бірі десек те болады. 1-тоқсан президент күніне орай жыл сайын осы Букросинг акциясын ұйымдастырып отырамыз. Бұл Букросинг акциясының негізгі мақсаты жаңағы жалпы мектептердің қорына оқулықтармен толықтыру. Бұл оқулықтарды біздер жаңағы өзіміздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары, оқытушылары жалпы ұжымы жинаған кітаптарды біздер осы мектепке әкеліп сыйлағалы отыр. Қабыл алыңыздар. Авторлардың бірі Мұхтар Шахановтың «Төрт сәуле» өлеңі. Көкірегімде төрт сәуле бар, төрт бақыттан тұратын, төртеу менің мұратым, төртеуіне алма кезек нұр аламын. Қазақ көшпелі елім, қайғы кешкен елім, туып өскен елім, ой жалғандай, мұңды бозаламай, бозағандай. Мектептің атынан рахмет айтайын сіздерге. Енді қане балаларымыз өздері де белсенді оқырмандарын. Енді оқимыз, одан ары жақсы оқимыз. Аманат даламыздай, алыстап арамыздай, бізді өтіп барамыздай, сыздатқан жарамыздай, аманат даламыздай.
сіздерге айтайын деген, бұл бір жылда бір ақ рет болады ма сіздерде? Кітапханашыларға бізде трансляция негізі жылына 3 рет өткізу жоспарланған. Бүгінгі семинардан алған әсерлеріңіз қандай, сонымен бөліскеңіздер? Құрметті кітапханашылар, немше ұнап жатыр. Мынау Назарбаев атындағы Дәріскелді мектептен жеткізілген кітапханашы апайға көп рахмет. Тәжірибеміз мол десекте, біргенізден бөлмеуіміз көп үйреніп жатырмыз. Қазіргі базар әрине сіз айтқандай кітапты аз оқиды, көбі интернеттен оқимыз дейді, кітапхана бермейді, бірақ енді қызығушылығын арттырамыз, әдетте жұмыс істейміз. Бүгінгі өтсе практикалық сабақтарымыз өте жақсы болады. Көп рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет. Осы алған бүгінгі тәжірибелеріңізді жұмыстарыңызға енгізсеңіздер, біздер әрине тек қана қуанышты боламыз. Өз қол ұшымызды беріп көмектесуге әрдайым дайынбыз.